Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Жако, және де бүгін сіздерге бір кішігірім видео жасай салайын. Енді бұл азғантай болады, енді бірге айта салайын. Осы скинді көріп тұрсыздар, мына скинді. Енді көбінесе осы скинмен жүретін боламын мен Майнкрафтта. Көбінесе осы скинмен, көбінесе басқа скинмен жүретін боламын. Бірақ енді скиндердің арасына осы қосылып тұратын болады. Өйткені достар, мен 1.5.0 өшірдім, 1.5.0 Майнкрафтты өшірдім. Енді басқа Майнкрафт версияларға обзор жасайтын боламыз. Обзор дегенде андай бүйтіп қарап кетеді, сонда не бар деген сияқты білетін шығарсыздар. Сізде обзор жасайтын боламыз. Сондықтан да мен 1.5.0 өшіріп бастадым. 1.5.0 скиннің бәрін өзгерте беруге болатын еді. Ал басқаларда енді аса қатты көп өзгерте алмайды екенсің. 4 немесе 3 сондайдан өзгерте алады екенсіңдер. Сол үшін де осы скинмен жүретін боламын. Давайте амансыз. Достар, менде тағы да бір айта кететін тағы да бірдеңке бар. Достар, осындай обзорлар түсіріп отырамын, сондықтан лайктарыңызды басып каналға тіркеліңіздер. Жақында Майнкрафт выживанияның екінші бөлімі болатын болады. Достар, соның ішінде лайктарыңызды басыңыздар. Жақында қазақ жігіттер туралы рэп шықпақшы. Енді жақында дейміз, бірақ шығармаймыз. Әділ кезекте шығармады оны. Енді бірақ жақында шығаратын боламыз. Достар, мен енді осы скинмен жүремін. Демаса, өздеріңіз білесіздер, басқа скин алыш деп немесе білмеймін енді. Осы скин әдемі деп. Қайсы көбірек болады, қайсысына көбірек лайк қойылады, сол болады достар. Не ғой? Комментті өздеріңіз көресіздер. Және де достар, бізде осындай видеолар болады. Және де сіздерге бірінші пранк жасадым мен алдыңғы күні. Алдында сіздерге бір пранк жасадым. Мен ютубтан кетем деген пранк жасадым. Тағы да осы біздің топта бұрындағы болған балаларға да пранк жасайтын боламыз. Және достар, Микоказ Let's Play деген балаға пранк жасаймыз. Сені мен өзімнің тобыма алатын болдым деп айтам. Ода да бірақ жоқ, олай болмайды. Бэтстайл деген оның командасы бар. Соған кіріңіздер, немесе маған кіріңіздер деп айтып отырмын. Маған кірмейсіздер, өйткені мен өскен кезде тағы да бір балдар қосамын. Короче, солай. Давайте аман сау.